Амансыздар ма, құрметті әлеумет. Бүгін 9 сәуір 2023 жыл. Алдарыңызда Стихаев Айдархан Әшімханұлы, Тараз қаласынан. Құрметті әлеумет, біз бір тудың мағынасы әруақтық талап деген бағытта ғылыми танымдық әңгімемізді жалғастыра түспекпіз. Мақсаттық әрекетімізде кемел адам жасау, әруақты адам қалыптастыру. Құрметті әлеумет, бұл ата-бабаларымыздың аманаты, ұрпағына деген аңсаған арман деп отырмыз. Соны аманат ретінде бүгінгі ұрпаққа жеткізушілерміз. Біз, құрметті әлеумет, әңгімемізді бастамас бұрын аз ғана тыңдармандарымызға алғысымызды айтып отырып, соншалықты шыдамдылықпен, тұрақтылықпен күтіп жүргендеріне айбет бөлерін сұраймыз. Себебі біз біршама уақыт экранға шыға алмай қалдық. Себебі біздің мынау әңгімеміздің, идеялық сөзіміздің қазақ дүниетанымы мазмұны айқындала бастағаннан, мән-жайы анықтала бастағаннан, бізге қарсылас, яғни жағымсыз энергетикалық күштердің күшейіп кеткен кедергісін айтып қойғымыз келеді. Әртүрлі қырынан бізге экранға шығуға мүмкіндігіміз болмай қалып жатқан жайлары болып қалып тұрады. Енді, құрметті әлеумет, осы жайларды ескере отырып, біз әңгімемізді бастайық. Бастағанда дәстүрлі өзімізге тиесілі көрнекі құралдарымызды, яғни бағана тасымызды экранымыздың көрсетіп қояйық. Екінші жағына біздің ата-бабаларымыз аңсаған кемел адам, әруақты адамның көркем бейнесінде көрсетіп қояйық. Мен осыны айтып отырып, мәселе осы екі дүниенің арасындағы құбылыстық жағдайда екенін біз сіздерге жеткізе түспекпіз. Құрметті әлеумет, біздің әңгімеміз, өздеріңіз байқап отырсыздар, философтардың айтатын трансценденттік жағдайға жақын қалды. Біз материалистің идеализм деген баяғыдағы түсініктер жөніне, соның мән табиғатына ашуға біршама жақын деңгейде әңгіме жүргізіп келеміз. Яғни, құрметті әлеумет, біз материал, көзге көрінетін дүние, көзге көрінбейтін дүниелер дегенге, сол құбылыстардың байланысы, солардың адам санасына, адам өміріне беретін жай туралы жағдайға жақындап қалдық. Өткен 49-шы ролигімізде біздер біршама ақиқатты айқындадық, қазақ дүниетанымына қатысты. Яғни, ол қандай ақиқат деген кезде, өздеріңіз білесіздер, жанды қорғау, өліммен күресу, екінші, үшінші, өлімді жеңу, төртінші, жаратушы Құдайды пәктеп, ақтап, тазалап алу, бесінші, жаратушы Құдайды, яғни ең
жоғарғы рухани мұраттық нұсқа деп білу. Міне осыны біз айттық. Бұл негізгі іргелі қазақ дүниетанымындағы руханилықтың бастауы болып тұру керек. Яғни қазақ дүниетанымындағы рухани жүйенің түзілімдік ерекшеліктері де соған байланысты. Оның бастауы қалай? Бұны неге айтып отыр? Неге бастап отырмыз? Ойымыздың барысын айқындайық. Құрметті әлеумет, енді әңгімемізді күрделілігіне қарай, мазмұндылығына қарай көңіл аударайық. Ең алдымен бұл әңгімемізді тыңдағанда қарапайым әдіспен қисынын, тарихи жайын, халықи сипатын, саяси әрін саралай білейік, көре білейік. Егер де түсіне алмасақ, хайуаннан айырмашылығымыз не екен деп ойлана алатын болайық. Құрметті әлеумет, айырмашылығын білесіздер. Хайуан өз табиғатында болмысымен солай жүріп, солай қорғанып, солай қашып, солай тығылып жүрген жайлары бар. Ешқандай өзгерістер жоқ, сол табиғи қалпы. Ал адамшы, адам сол табиғат қалпына өзгеріс ендіріп, қорғана білу, яғни киім үстіне кие білу, тігіп, үй соға білу басына, жаңа көлік мініп, өз жағдайын жақсарту әрекеттеріне көш алу жағдайын білесіздер. Міне бұл қарапайым салыстырмалық әрекет сіздердің адамның хайуаннан қаншалықты айырмасы бар екенін көрсетеді. Яғни адамға бұл жайдың бәрі адамның ізденісіне, талабына сенуге болатынын ұқтырса керек. Сонымен, құрметті әлеумет, біз жаңаға өткен роликте айқындалған, қайталап өткен анықтамамызға қатысты біршама тереңірек анықтамалар бере түсейік. Яғни біз ең жоғарғы рухани мұраттық нұсқа деп айттық. Ол не? Соған біз анықтамамызды берейік. Ең жоғарғы рухани мұраттық нұсқа дегеніміз саналы адам баласы үшін мәңгі үлгі өнеге көзі болып тұратын, мәңгі еліктіретін, яғни мәңгі табындыратын, ғажайып құбылыстан тұратын саналық нұсқа. Яғни, құрметті әлеумет, қазақ ата тілінде жаратушы Құдай. Осындай адам баласына мәңгі үлгі өнеге көзі болып отырған саналық нұсқаны қорқыныштың, үрейдің нысаны, бастауы белгісі деп санауға мүмкін бе? Әрине жоқ. Ұғайық. Сана құбылысының өмірде бар болғанының өзі адам түсінігінде қорқынышқа, үрейге, соларды тудырып тұрған құбыжық өлімнің өзіне қарсылықтың белгісі деп түсінуіміз керек. Осы тақырыпты ойланар алдында әр адам, біз айтып отырған тақырыпты айтып отырмын мен, ойланар алдында әр адам осындай ойды білуден бастау керек. Әр қайсымыз білуіміз керек. Құрметті әлеумет, біз қазір қоғамымыздағы өте жағымсыз саяси қутамандардың әрекетіне осындай саналы үлгіде, рухани үлгіде, философиялық үлгіде күресімізді жүргізіп отыр деп түсініңіздер. Біз рухани тазармай, біз қоғамымыз жемқорлықтан, тағы басқа жаман сипаттардан құтыла алмайды. Біз әшейін құр әңгіме айтып отырған жоқпыз. Соның бастауын қалай тазарып, қалай құтылудың жолын айтып отырмыз. Яғни жемқорлықтан, пәлеқорлықтан бәрінен құтылу біздің жаңағы рухани жан дүниемізге байланысты. Сондықтан бұл ауқымдағы әңгімеміз жаңағы көп бағытқа, адам өміріне тікелей қатысты жайлар. Яғни ары жалғастырсақ, осы тақырыпты ойланғанда қандай жағдайда ойланып түсіну керек екенін айттық. Яғни адамзат баласы өзінің, құрметті әлеумет, өзінің кезеңдік эволюциялық даму тарихында ең жоғарғы деген рухани мұраттық нұсқасын
жаратушы Құдайын қалай іздеді және оны таба алды ма? Бұл туралы тарихи да, ғылыми да, аңыз да, ел аузындағы әңгімелер де өте көп. Затқа сенді, отқа сенді, хайуанатқа сенді, көп құдайға сенді, құдай деген әртүрлі діндерге сенді, ұлтқа сенді, жеке тұлғаларға сенді, байға сенді, патшаға сенді, президенттерге сенді, партияларға сенді, әйтеуір сенді. Сонда солардың адам баласының бәрінің ой санасынан, көңілінен шығатындай тұрақты, мәңгі елтіп тұратын рухани мұраттық нұсқа тапты ма? Немесе оны жасай алды ма? Әрине жоқ. Нәтижесінде бүгіндері адамдар діндеп, бірін-бірі мойындамайтын көп діндерге бөлінді. Одан қала берді бірін-бірі мойындамайтын атеист, коммунист, капиталист, материалист, демократ, ұлтшыл, импершіл, тағы басқа сияқты неше түрлі дүниетанымдық көзқарастарға бөлініп кетті. Бәрі бір-біріне дударас, алауыз. Әрқайсысына өздерінікі маңызды. Олардың бұл әрекеттері бітіспейтін жауласуға, соғыстарға алып келіп жатыр. Бәрі діндер, бұлардың өкілдері көпшілік алдында, ел алдында керемет жақсы сөйлеп, бірлік, руханилық дейді. Бірақ сондай әрекеттер іс жүзінде, өздерінде де, ел арасында да жоқ болып тұрған жоқ па? Бұл қалай? Бір-бірін алдауда, мазақ етуде, қорлауда, зорлауда, қорлатуда, зорлатуда. Саясаттарындағы әрекеттер кереғар, қан құйлы. Тіпті жеке тұлға, адам дегендердің арасында да солай. Алауыздық, төбелес, көрелмаушылық, қысастық деген жайлар көп. Бұның бәрі адамдардың әлі күнге дейін бір тұтастыққа, бірлікке әкелетін ортақ ұлы ақиқаттарының анықталып, адамдық құндылығы ең іргелі жоғарғы рухани мұраттық нұсқасының, яғни жаратушы Құдайының жоқтығын, оның қандай екенін таба алмай, тани алмай жатқандығын көрсетеді. Құрметті әлеумет, таптық дегендердің бәрі шылған өтірікке толы. Және сол өтіріктеріндегі жазылып қойған қасандықтарынан шыға алмай отырғандықтарын айғақтайды. Бүгіндегі адамдардың ойлап тапқаны, амалдары сол неше түрлі мемлекеттік және халықаралық заңдар. Олардың өзі неше түрлі. Сөйтіп әзірге елде байлап, тәртіп әрекеттерін түзеп отырғандай. Бірақ онда адамдық санаға, өреге сәйкес рухани мұраттық нұсқа болмай тұр. Жоқ. Сондықтан бұл заңдарды қу-табандар, диктаторлар, имперлік елдер өз пайдасына қалай болса солай бұрып, еркін, өздеріне керек мүдделерін жүргізуде. Бұндай жай қазір үлкен қауіпке алып келіп тұр, құрметті әлеумет. Экологияны айтайық, басқа дек жер шарына түгел. Адами, мәдени, рухани құндылықтар жойылуда. Яғни өткен дәуірлерде айтқан белгілі бір адамдардың сөзін білесіздер. Ол ақылды адамға заңның қажеті жоқ, онда өре бар деген әлі маңызын жоғалтпай тұрған сөздері. Қандай керемет.
Ал өрі әрқашанда белгілі бір тұрақты, мәңгі, іргелі, жоғарғы рухани мұраттық нұсқаға жүгінеді. Өренің өрелігі содан басталып тұрады. Өрелі қазақ атамыз аққа Құдай жақ деп тегін айтпаған, құрметті әлеумет. Міне қай кезде өзінің рухани бастауын тазалығына қазақ атам дұрыс қарап, соны дұрыс сақтауға тырысқанын көрсетіп тұр. Ал көне ел қазақтың, әр елдің салты басқа, иттері қара қасқа деп мәмілегерлікке салып келген ұғақтысы, сонда ел арасындағы қоғамдық жайттерден хабар берсе керек. Бүгінгі дейін әлі сондай. Ал бүгінде 21 ғасырда адамдар үшін рухани талап өзінің ақиқатын анықтап келе жатыр. Міне, осы тұста біздің ұлы далаға келіп жеткен 4 періштеміз, яғни шындық періштеміз, руханилық періштеміз, ғылым періштеміз, өнер періштеміз не дейді? Періштелер бүгіндегі осы рухани қажеттілікке зәру, мұқтаж болып жатқан адамзат баласына қазақ атамыздың айтып кеткен аманатын, арман тілегін жеткіз. Оның дәуірлер бойы өмір тәжірибесінен жинақталып түйінделген шынайы ұлы ақиқатын деп айт, түсіндір дейді. Бір адам баласына қатысты қазақ атаның сол ұлы ақиқатын ашық айт деп отыр. Мені құрметті әлеумет, біздің қазақ атамыздың рухани дүниетанымдық жүйесінің түзілімі, ерекшелігі осы мағынаны анықтап тұр. Бүгінше біздің әңгімеміз осымен аяқтала тұрсын, келесі жолы жалғастырамыз. Құрметті әлеумет, жолыққанша аман сау болып тұрыңыздар.